Сәлеметсіздер ме балалар, сіздермен бірге тағы да Мақпал Мұратқызы. Енді біздің алдыңғы сабақта бастап кеттік. Газдардың, сұйықтардың және қатты денелердің молекулалық құрылымының бұл жалғасы, яғни екінші видеосы. Сабаққа дайын болатын болсақ, ары қарай кеттік. Дене заттар туралы айтылғаннан кейін біз молекула, атом туралы бір айтып кетеміз. Себебі барлық дене, барлық заттар олар атомдар мен молекулалардан құралады екен. Яғни олар ұсақ бөлшектерден тұрады. Оның негізін қалаушы Демокрит. Ол кез келген дене ұсақтап бөлініп ең соңында атомға келіп тоқтайды деп айтып кеткен, тұжырымдаған. Бұл тұжырымдамаларды 2000 жылдан кейін әртүрлі эксперименттер жүргізген және осы Демокриттің айтқаны рас екенін тәжірибе жүзінде дәлелдеген. Енді мына жерде өздеріңізге тоқып алыңыздар. Зат молекуладан тұрады, молекула атомнан құралады. Енді молекула, атом деп айтқаннан кейін бізде кристалдық тор көзімізге елестейді. Яғни молекулалар, олардың атомдар қалай орналасқанын біз осы тор арқылы көре алады екенбіз. Өзіңізге білесіз, ең қарапайымы ол су молекуласы. Яғни ол бір оттектен екі сутектен тұрады. Сол себепті ол H2O деп аталады екен. Содан кейін кристалдық торы, мына жерде ас тұзының кристалдық торы беріп тұр. Ас тұзы деп отырғанымыз ол натрий хлориді, яғни натрий, оның айналасы қоршалып тұрған хлор. Кристалдық тордан бөлек, химиялық формуладан бөлек молекулалары бір текті химиялық элементтерде болады екен, атомдардан құралған. Олардың түрлері міне фуллерен, графит, алмаз. Бұлардың барлығы көміртек атомдары, яғни бұлардың барлығы көміртекке жатады, бірақ олардың молекулалық құрылымдарының әртүрлі болғанына байланысты олардың қасиеттері әртүрлі болады. Яғни фуллерен деп отырғанымыз сәл жұмсақтау болады, графит одан кішкене қаттылау болады, және алмаз одан ең қатты болады. Яғни торлардың ұяшықтарының орналасуына байланысты олардың құрылымдары да басқаша өзгеше болады екен. Енді кристалдарға тоқталып кетейік. Кристалдар дегеніміз не? Кристалдар ол атомдары, иондары және молекулалары периодты түрде құрылып түзіп реттілікпен орналасады. Яғни белгілі бір реттілік болады екен. Кристалдық тор ол кристалдардағы атомдар, молекула немесе иондардың кеңістікте периодты түрде реттелген орналасуы, заттың кристалдық күйі бөлшектердің ретпен орналасуына байланысты сипатталады. Олардың тағы да бөлек қасиеттері. Олардың балқу температуралары болады, кристалдық құрылымы болады және физикалық денелер. Кристалдар анизотропты, яғни оның физикалық қасиеттеріне бағытқа тәуелді, белгілі бір бағыты болады. Кристалда жарықтың таралу жылдамдығы, жылу өткізгіштігі, серпімділігі барлығы тәуелді болады екен. Бағытқа тәуелді болады екен. Кристалл атомдары кеңістікте қатаң тәртіппен орналасады. Кристалдарды бұзу қиынға түседі, яғни олар қатты болып келеді. Кристалдар белгілі бір бұрыштармен орналасқан жазық бұрыштардан тұратын болса, ол монокристалл деп аталады, яғни бірнеше кристалдардан құралған болса. Кристалл өте ұсақ кристалдардың жиынтығынан болса, ол поликристалл болады екен. Міне кристалдардың осындай қасиеттерін бүгін біз сабақта біле алдық. Ары қарай молекулалық теорияның 3 қағидасы болады екен. Олардың қағидалары мынадай болып келеді. Барлық заттар өте ұсақ бөлшектерден, яғни атомдар мен молекулалардан тұрады. Одан кейін молекулалар мен атомдар үздіксіз, ретсіз қозғалыста болады. Содан кейін молекулалар мен атомдар өзара әрекеттеседі. Ал енді балалар, бұл тақырыпты меңгеріп болсақ, ары қарай топтық жұмысты қатты, сұйық, газ дегенде қатты бір қайталап өтейік. Олар пішіні мен көлемін сақтайды, міне мысалда көрсетіліп тұр. Ал сұйықтар деп отырғанымыз көлемін сақтайды, пішінін оңай өзгерте алады. Үшінші газ, олар тұрақты, көлемі мен нақты пішіні болмайды. Яғни 3 топ қатты денелер туралы жазады, мысалдар келтіреді, мұздан басқа қандай денелер қатты денелерге жатады. Одан кейін сұйықтар дәл сондай мысалдар келтіреді, олардың қасиеттерін айтады. Газдарда дәл солай мысалдар келтіру арқылы олардың қандай қасиетке ие болатындығын 3 топ әркім өзінше айтып түсіндіріп береді. Содан кейін жеке жұмысқа көшеміз. Жеке жұмыс, яғни әрқайсымыз мына 3 сұраққа жауап беру керекпіз.
сұрақтар: дене, зат және материя ұғымдары арасындағы байланыстар мен айырмашылықтар туралы айтып бересіздер. Зат қандай бөлшектерден тұрады? Демокриттің болжамы қандай, ол не айтты, соны айтып бересіздер. Үшінші, заттың құрылымының молекулалық теориясының 3 қағидасы қалай тұжырымдалады? Осылар туралы айтып береміз. Балалар, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сабағымыз аяқталды.